Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге кішігірім жинастыру болады. Бұл жерде полотенцалар. Мен қазір бұрынғыдай көп стирка қосып жүрген жоқпын. Аптасына 2 рет қосамын. Онда да стирка бізде уже 1-2 рет уже жалғасып кетеді бір күннің ішінде. Одан кейін олардың кебуі бар дегендей. Кейбір киімдер негізі ұзақтау кебеді. Бізде ол резинкасы, қалтасы болсын, басқа жері болсын. Сол жерлер кішкене кеппей қалады. Оларды енді жаңағыдай батарейкаға жайып қоямын. Или болмаса есіктерге жайып қоямын. Кейбір кезде алуды да ұмытып кетемін шынын айтқанда. Сөйтіп кішкене болса да кептіріп аламыз. Содан кейін барып барлығын жинастырып алатын боламыз. Мына жерде енді бізде полотенце барлығы жақсы кепті. Енді қазір бізде күн шығып, жел тұрып тұр далада. Жақсы кебеді. Сонда да қосымша тағы да жаңағыдай кешке таман кіргізіп, тағы да кептіріп алатын бар. Содан кейін барып жақсылап жинаймын. Көбінесе солай істеймін. Жаздың күні өте керемет болады. Өйткені барлығы әдемі, құп-құрғақ болып кебеді. Күннің иісі шығып тұрады, сол жағынан қатты ұнайды. Мінекей сіздермен бірге барлығын жақсылап реттестіріп алдық. Енді кухняға шығамыз. Бұл жерде енді сіздермен бірге буфетті жақсылап сүртіп алатын боламыз. Бұл жердің енді майы бар екен. Мінекей негізі бірнеше бутылкаларды тастадым, өйткені олардың барлығы ескіріп қалған. Май құятын бутылканы негізі жиі ауыстырып тұрамын. Білмеймін, кетіре алмаймын. Өзім жаңағыдай химиялық затты қосқым келмейді, сондықтан жиі ауыстырып тұрған жақсы деп ойлаймын. Қолжетімді бағадағы бутылкаларды көбінесе аламын. Енді мына жерде мен қосымша подставка қойып қоямын әдейі майға. Май болса, сол подставка май болсын деймін. Ал мына жерде подставкаға қойылмаған сияқты бутылка, сол жерде тұрған сияқты енді. Сол жер өте қатты майлы болып қалған. Кейбір шеттерінде бар енді майдың дақтары қалып қалған, оларды да жақсылап кетіріп алдым. Қанша дегенмен де газдың жанында тұрады, май ұшады, бәрібір де май тамады. Сондықтан жаңағыдай бәрібір де май болады. Мінекей барлығын жақсылап реттестіріп қойдық. Арнайы осындай подставка қойып қойған болатынмын. Май болса осы подставка май болсын, соны ғана жақсылап жуып аламын деп. Енді сіздермен бірге жоғарыға көшеміз. Бұл жерде енді менде контейнерлер тұрады. Макарон, күріш, қант дегендей. Қарасам кейбір контейнер бос тұр екен. Оларға не салып қойсам екен деп ойланып отырмын шын айтқанда. Бұл жақта да көп болды негізі жинамағаныма. Енді бойым жетпегеннен көп нәрсені көре бермейсің, столға анда-санда бір шығасын. Жиі қолданатын продуктілерді бер жағына қойып қойғанмын. Ол бізде ұн, жаңағыдай күріш, макарон, қант, заварка дегендей осы бер жағында тұрады. Ішіне губка салдым да, енді ала алмай тұрмын. Қандай оймен салғанын білмеймін, қайтып алам деген оймен салдым ба, білмеймін әйтеуір. Ішіне салдым, енді 1 сағат тұрмын осыны ала алмай. Барлығын көрдім, ешқайсысы көмектескен жоқ. В общем, минус 1 бутылка мусорға кетеді. 1 бутылка емес, 2, өйткені бұның алдында лимонад бутылкасын қолданған болатынмын осындай сұйық майға. Ол да уже іші жаман болып кетті, оны тастадым, орнына басқа бутылка қоятын боламын. Ол бізде әлі жаңа, сыртын жақсылап наклейкадан кетіру керек. Ол да лимонадтың бутылкасы, и соған сұйық май құятын боламыз. И мынау да кетеді, в общем, мусорға. Вообще аламай қойдым, пинцетпен де алдым, в общем, өзімнің косметикамдағы инструменттің барлығын қолданып көрдім, ешқайсысы, в общем, ала алмады. Ішіндегі губкасы қайта-қайта үзіліп кетіп жатыр. Ой, Райса, в общем, қандай оймен салған білмейді. Ойланып кеттім да, сонымен сала салғам ғой, жуып жатқан кезде. Крышкасы мінекей, май, өте қатты май болып кеткен. Сразу май болады. 1 апта жусаң да, по-любому май болады. Мінекей. Енді мусорға тастайтын боламыз. Мына жерде мен ыдыс-аяқ жуып жатырмын. Мінекей барлығын жақсылап жуып реттестіріп алдым. Осы кухняға кіргім келмейді шын айтқанда. Кухняға азанда кірдің, кешке бірақ шығасың, табаның тесілгенше осы жерде жүресің. Аядай ғана кухня өте кішкентай, соның өзінде кешке дейін жүресің осының ішінде. Таңғы 6-да кіремін, шын айтқанда осы кухняға, өйткені Алматқа таңғы ас дайындап беремін. Шайын қоям, одан кейін папамыз тұрады, папамызға таңғы асын дайындап беремін. Сонымен кішігірім жатамын, содан қайтып тұрамын, өзіме таңғы ас дайындаймын, содан кейін барып шай ішіп болғаннан кейін барып тағы да нан ашту бар, басқа бар дегендей осы жерде көп жүріп қаласың. Одан кейін түскі ас келеді, түскі асты дайындау керек, одан кейін кешкі ас келеді, кешкі ас дайындау керек. Кешке шейін осы жер маған кәдімгідей жұмыс, офис қой, в общем, менің офисім осы жер. Мінекей түскі асқа бауырсақ жасап жатырмын. Мен бауырсақ жасағаны Алмат кәдімгідей тойып келеді.
әшейін күндері жаңағыдай қарны аш болып мама тез обед жасап бер дейді. Осы күнде бауырсақ жасадым, сөйтсем бауырсаққа тойып келе жатырмын дейді. Сөйтсем мектепте жаңағыдай бауырсақ пісіріп таратқан екен. Сонда да келіп екеуміз тағы да ыстық бауырсақпен шай ішіп алдық. Енді көбінесе Алмат келер кезде жасаймын бауырсақты, кішкене ыстық бауырсақпен шай ішіп алсын, ыстықтай жесін дегендей. 90 аяқталуына жақын қалды. Енді мектепте біраз оқушылар қалып жатыр ау деймін. Азанда тұрсам, чат кәдімгідей толып қалған, әпкейі шырылдап жатыр. Сабақтан мүлдем қалмасын, ТЖВ бар, БЖВ бар, әлі де алынып жатыр. Жаңағыдай оқу керек, 90-ға баға шығару керек. Ол оқушылар неге қалып жатыр деп. Көп оқушылар енді сабаққа келмегендіктен біздің бала да ойлап жүр, мен де бармай қойсам болады деп. Жоқ, мен азанда бәрібір тұрғызып сабаққа жіберемін. Сөйтсем бір күн бармай қойсам болмай ма дейді. Мен айттым, бір күн бармай қойсаң не істейсің, ал үйде жатасың, құр босқа телефон көріп деп отырмын. Лучше сабаққа барып келгенің жаңағыдай жақсы, сабақ оқисың, біраз отырасың, жан-жағыңа қарайсың, үйде жүргенде ештеңе бітірмейсің деп әйтеуір жаңағыдай алдап-сұлдап жіберемін. Бізде осындай түскі ас, кім түскі ас ішіп жатыр, астарыңыз дәмді болсын. Гренки. Мына жерде бізде ескі нандар бар, соны қазір гренки жасап жібермекшімін. И мына жерде бізде свежий нан да бар. Одан да жасайтын боламын. Көрем, жұмыртқа жетсе, онда свежий наннан да жасай саламын. Жетпесе, онда осы нандардан жасай салатын боламыз. Мінекей, мына жерде тарелка салфеткасымен тез істейтін боламыз. Мына жерде 2 жұмыртқа, мына жерге негізі жаңағыдай зелень қоспақшы едім, бірақ енді бізде Алмат жемейді зеленді, сондықтан қосқан жоқпын. Негізі күшті болатын еді мына жерде. Өте әдемі көрінетін еді. Алмат ондай тамаққа қосқанды, зеленді. Ондай нелерге қосқанды ондай қатты ұната бермейді. Сондықтан көбінесе қоспаймын мен. Осындай қалып қалған нандардан жасай берсеңіздер болады. Гренки өте керемет желініп кетеді осындай жұмыртқамен. Егер де әшейін істегіңіз келмесе, онда тәттімен істесеңіздер болады. Қант қосып жібересіз, болды. Сонымен әдемі болып шыға келеді. Дәм тәтті болып шыға келеді. Астын жай қоямын алдым. Болып кетті. Бірақ енді майды страшно соры болады өзіне. Мінекей осындай нандар қалып кетеді, негізі мындай кішкентай болып. Желінбей емес, үзіп қалады да. Сонымен осыларды осы жерге қосып жібердім. Майда свежий нанды неге гренки қылмаймын, осылайына тұра берсін. Мыналардың барлығын гренки қылып жасап тастадым. Мінекей. Бізде дала өте керемет, жып-жылы, прям күшті болып тұр дала. Есікті ашып қойдым. Мінекей. Кішкене таза ауа кірсін и майдың иісі шықсын деп. Қазір шай қоятын боламын, дастархандарды жақсылап жинастырып аламын. Өйткені оның үстінде үлкен ет тұр. Барлығын шығарып қойған болатын, еттердің барлығын. Бүгін бізде ет асатын боламыз. Сондықтан еттердің барлығын шығарған болатынмын. Барлықтарыңызға сәлем. Маған бүгін заказ келді. Мінекей Алмат әкеп берді. Кешен алдың күн заказ берген болатын. Бүгін келді. Мінекей мен 1-2 күнде келетін шығар деп едім, жоқ. Бір күннің ішінде келді. Қазір нан ашатын боламыз. Ішіндегі цех кішкентай сияқты. Мен үлкен болатын шығар деп ойлаған болатын, но қазір көретін боламыз. Бірақ ашуды сіздерсіз бастаймын, өйткені бұл жерде сәл енді шум болады. Мінекей салафаннан алдым. Салафан ондай қатты шумный емес екен. Бұл бізде енді алмахом. Инстаграм парақшасында да бар. Инстаграм парақшасына негізі жазылғанмын. Бұл ешқандай реклама емес. Өзім үшін алдым. Негізі үлкен болып келеді деп ойлаған болатынмын, бірақ енді кішкентай болып келді. В общем, мінекей бізде бұл жерде миллиграммға бөлген. Мынау бізде өте кішкентай. Мінекей менің қолымды қараңыздар, бұны қараңыздар. Өте әдемі, керемет, прям өздері жасап шығарады ойдың, по-моему, сондай несі бар па? Ондай қатты жаңағыдай зерттеген жоқпын. В общем, 1/4 миллилитр. Мінекей өте әдемі, көк түсінен, өте кішкентай. Мен үлкендеу болатын шығар деп ойлағанмын. Сөйтсем кішкентай екен. Біріншісі кішкентай, екіншісі одан сәл үлкенірек. Мінекей қызыл түсінен, мынау бізде көк түсінен болса,
мынау бізде қызыл түсінен неше түрлі түстері бар. Енді мен осындай түсінен таңдадым. Бұл бізде 1,3 мл, іші қызыл, өте керемет. Жаңағыдай тұзды ғана мынауларды салып қойғанға болады. Өте әдемі. Алмахом. Өте күшті прям. Маған қатты ұнады. Одан кейін барып үшіншісін аламыз. Үшіншісі енді сәл үлкендеу. Бұл бізде сырты осындай гүлден жасалған. Өте әдемі, прям күшті, прям. Іші сары. Бұл бізде 1,2, мінекей көрінетін шығар деген ойдам. 1,2. Өте сүйкімді, прям. Одан кейін барып, қазір сіздерге ең үлкен көрсетем. Негізі мен бұдан да үлкен болатын шығар деп ойлаған болатын ки. Хотя мынандай болғанда да болатын еді, үлкендігі осындай болғанда күшті болатын еді. Но енді бізде бір бокалға тең келеді. Өте сүйкімді, прям күшті. Бұл бізде уже 1 литрге ұқсайды, по-моему. Сондай деп ойлаймын. Мен мына жерде ағылшынша. Прям күшті. Бірақ мен мынандай жеріндегі жазуына мән бермегем. Енді үлкен болады деп ойлағам ғой. Сөйтсем ондай емес екен. Енді сіздермен бірге осымен тамақ дайындайтын боламыз. Енді бұларды жақсылап жуу керек. Тағы да біреу келе жатыр айтпақшы. Тағы да осындай заказ бердім. Ол бізде енді үлкендеу болады, мынандай миска. Бұдан үлкені болады мындай. Сондай заказ келдім. Енді ол 1 күн или 2 күн кешігіп келетін шығар. Ол бізде енді басқа қаладан келе жатыр. По-моему, Павлодар қаласынан келе жатыр. Но бізде Алматы қаласы. Енді осындай ыдыстардан жинайтын боламын. Мінекей.